жырда батыр өзгенің елін алып, қаласын алып, сол басқа батырды өлтіргенде, өзіне ешқандай зияны келтірмеген батырды өлтіргенде, ол жөнсіз ерікке айналады. Ол біреудің көңіліне, біреудің жанын қиратады. Символдық нышан деңгейінде сондай нәрсе деп. Сонда дейді, Қобыланды Көбіктіні қаланы шабам дегенде, ол жөнсіз ерікке айналады. Сосын басқа бір адамның, басқа бір жанның, жан дүниесінің жөнді еркін өлтіреді да, сол жанның әлсіздігімен пайдаланып, Қарлыға бұл жерде сол Көбіктінің жанның әлсіз жері. Содан кейін бірақ екеу түсініседі. Сонда дейді, содан бер жөнсіз ерік айла шарғы әлсіздіктердің көмегімен ғана жөн ерікті жеңіп, өлтіріп, бөгденің ерікі жоқ жанын жаулай алады. Өйткені Қарлыға болмаса, Қобыланды Көбіктіні жеңе алмайтын еді. Бірақ сосын ақыр аяғында екеу үйленеді. Содан бері ерік көп қателікке ұрынып, ар намыс пен мәңді жоғалтып, ауыр шайқаста қайта еленіп барып, бір кезде өзі құртып, жұтатып, жадатқан бөгде жанның әлсіздіктерімен туыстасады да, сол бөгденің жанның әлсіздігі оның әр ұятына айналады. Сонда әкесіне, інісіне сатқындық жасаған Қарлыға, ол сол басқа бір жанның әлсіздігі, сол арқылы Қобыланды соны жаулап алды, сол басқа жанды, басқа адамды. Ал енді бірақ оның бәрін қателерін түсініп, өзін жанын, өзінің ауылын басқа жау талқандағанда ғана соны түсінеді да, содан кейін райынан қайтып, өкініп, жылап, еңіреп, өзінің ауылын босатып, әйелін босатып, қысқасы ұзақ жолдар арқылы өтіп, Қарлығамен тіл табысады ғой. Сонда дейді, ол символ. Қарлыға енді үне бойы қасында тағы да біреуге қарсы соғыс ашайын десе, тағы да біреуді жаулайын десе, Қарлығаға қарайды да, өзінің істеген қиянат бәрі есіне түседі, сосын райынан қайтады, сабасына түседі. Сонда дейді, біреудің әлсіздігі сенің әр ұятың деп, солай ата-бабаларымыз түсінген. Сонда Қобыланды жыр дейді, ол сол деспотия туралы, тирания туралы, былайша айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда, ол абьюз жайында. Соны 24 жастағы студент совет заманында қалай жазып жүр, Каспий меломанда бар.